Армысыздар, құрметті достар. Бүгін әйелдер ипотекасы ай сайынғы төлем переплата жайында болмақ. Білем, көптен тостыңыздар осы постты, яғни осы видеоны. Сонымен достар, кеттік. Әйелдер ипотекасы 0% алғашқы жарнадан 50% алғашқы жарнаға дейін. Яғни бұны сіздерге қазір кейінірек түсіндіріп беретін боламын. Қарыз шарттарына кішігірім тоқталып өтейік достар. Максималды банктен қарыз ала аласыздар 17 миллион 600 мың теңге, максималды үйдің бағасы 30 миллион теңге тұру керек. Дәл осы әйелдер ипотекасы толыққанды видео жаңа мен YouTube каналымда бар, соны көріп шықсаңыздар болады. Бүгінгі тақырып, мысалы сіз ипотека рәсімдеген кездегі ай сайынғы төлем және переплата қандай болады, соны көрсететін боламын, яғни кішігірім шарттарына тоқтала кетейік. Достар, мұқият тыңдаңыздар. Отбасы табысы 200 мың теңгеге дейін болса, яғни 200 мың теңгеге дейін болса, күйеуі мен әйелінің табысы. Яғни ол кісі үй тапқаннан кейін, сол үйді оценка жасағаннан кейін, оценка құнының 85%-ын ғана сіз қарыз ретінде ала аласыздар. Енді отбасы табысы, яғни әйел мен күйеуінің табысы 200 мың 1 теңгеден 320 мың теңге аралығында болса, яғни 320 мың теңгеден аспауы керек. Сіздер үй тапқаннан кейін сол үйді оценка жасайды ғой, тәуелсіз оценочный компания. Оны банк жаңа утвердить еткеннен кейін сіздер бағалау құнының 80%-ын ғана қарыз ретінде ала аласыздар. Мына жерде 85%, 200 мың теңгеге дейін болса, 200 мың теңгеден артық болса, 80%-ын ғана. Мысал ретінде достар, сіздерге түсінікті болу үшін мысал ретінде қарастырайық. Қараңыз, мысал белгілі бір отбасы. Отбасы табысы 320 мың теңге дейлік, мысал 320 мың теңге табыс табады. 15 миллионға пәтер тапты. 15 миллионға пәтер тапты. Оценка жасатады пәтер тапқаннан кейін. Сол тәуелсіз оценочный компанияға оценка жасатты, және ол оценканы оценочный компания біздің банкке жібергеннен кейін, біздің отбасы банкінде достар шатаса беремін, уже мен отбасы банкінде 19-нан бері жұмыс жасамаймын. Отбасы банкіне оценканы жібергеннен кейін, отбасы банкінде залоговиктер деген болады, яғни арнайы бір департамент осы оценканы тексеретін, яғни ол оценканың құнын өсіріп жіберген жоқ па, сол районға сәйкес келе ма жаңағы үйдің оценка жасағаны, соны тексеретін болады. Егер оларда тапқан үйдің бағасы 15 миллион, оценка 15 миллионға жасалыпты, осыған сәйкес келеді, ол осы бағаға тұралық деп жаңағы отбасы банкының залоговиктері, рисковиктері утвердить етеді жаңағы, да, действительно, ол сол бағаға стоит деген сияқты, да? Сол кезде сіз 15 миллионның 80%-ын ғана аласыздар. Көрдіңіздер, да? Ал егер сіздің зарплатаңыз 200 мыңға болса, сіз 15 миллионның 85%-ын алушы едіңіз. Дәл осылай жаңағы оценканы біздің банк қабылдаған кезде. Енді қараңыздар, 15 миллионға үй тапты, оценкасын бәрін дұрыс, банк қабылдады. 15 миллионның 80%-ы ол 12 миллион теңге достар. Яғни сіз банктен 12 миллион теңге қарыз аласыздар. Ал 15 миллионға тапқан үйіңіз жаңағы, аржағында 3 миллионды сіз, мысалы, 12 миллион банктен алдыңыз, аржағында 3 миллион жетпей тұр ғой. Сол 3 миллионды өз қалтаңыздан сатушыға бересіздер. Яғни банктың жаңағы отбасы банкының депозитіне ешқандай ақша салмасаңыздар да болады. Ал егер сізде артық ақша болса, сіз 10%, 20% тағы қосымша депозитке салсаңыз болады, ол сізге плюс ай сайынғы төлем аз болады. Сол жағынан ғана плюс. Енді достар, қараңыздар, 15 миллионға үй тапты, оценка жасатты, 12 миллион банктен қарыз алды, 15 жылға займ рәсімдеді деп есептейік. 15 жылға қарызды алдыңыз. Бірінші 10 жыл бойы сіз 165 мың 600 теңгеден төлейсіздер. 10 жыл бойы, көрініп тұр ғой, да? Өнен кейін 5 жыл бойы 87 мың 895 теңгеден төлейсіздер. Яғни бірінші 10 жыл бойы сіз 12%-бен төлейсіз. Өнен кейін 10 жылдан кейін сіз жаңағы тұрғын үй займына өтесіз. Сол кезде 5 жыл бойы 87 мың 895 теңгеден төлейсіз. Яғни 3,5%-бен. Дәл осы займ түрлері менің YouTube каналымда бар. Тұрғын үй займы, аралық займ, алдын ала займ деген. Соны толыққанды қарап шықсаңыздар болады, өйткені бұл, яғни ұмай әйелдер ипотекасы алдын ала займмен беріледі. Сонымен достар, сіз 15 жылдан алған 12 миллионның үстіне 14 миллион 842 мың 111 теңге переплата. Яғни 12 миллионның үстіне 14 миллион 842 мың теңге қайтарып бересіздер. Көрдіңіздер, да? Итого жаңа 12 мен 14-ті қоссаңыздар 25 миллион бірдемеше шығады.
Дәл осы бағдарламаны достар баспана хитпен салыстыратын болайық, өйткені баспана хитпен әйелдер, ұмай әйелдер ипотекасы екеуі ұқсас десек те болады. Бірақ баспана хитте 11-де 12%-ға толық емес, процентный ставкасы 12%-ға жетпейді. Бұл жерде қараңыздар, баспана хит 15 миллионға квартира тапты, 15 миллионның 20%-ын кез келген екінші деңгейлі банкке салады, ол 3 миллион теңге. Яғни бұл жерде 3 миллионды сіз банкке салмай сатушыға берсеңіздер, мына жерге алғашқы жарна ретінде банкке саласыздар. 15 жылға займ рәсімдейміз, яғни сіз 15 миллионның жаңағы 3 миллион салғаннан кейін банк сізге 12 миллион қарыз беріледі. Яғни екі жерде бірдей, мына жерде де 12 миллион қарыз, мына жерде де 12 миллион қарыз. Бірақ мына жерде сіз ай сайын, не қараңыз, ай сайынғы төлемі 134.514 теңгеден. 15 жыл бойы солай төлейсіз да, 15 жылдағы сіздің переплатаңыз 12 миллион 212.520 теңге. Көрдіңіздер да? Ал мына жерде переплата 14 миллион. Сіз 12 миллион қарыз алдыңыз, бірақ 14 миллионмен қайтарып тұрсыз. Енді екеуінің разницасына 14 миллион 742 мыңнан 12 миллион 212 мыңды алатын болсақ, міне 2 миллион 629.591 теңге достар. 2 миллион 629.591 теңге. Яғни баспана хит бұл жерде жеңімпаз. Баспана хит арқылы да бірінші нарықтан, екінші нарықтан жер үй бәрін алуға болады достар. Міне достар, бүгінгі салыстыру осы. Көптеген менің оқырмандарым сұраушы еді, әйелдер ипотекасы қалай болады, ай сайынғы төлем қалай деп. Міне сіздерге бүгін толыққанды талдау жасадым. Енді таңдау өздеріңізде. Екі жақта да доход көрсетесіздер достар. Ұмай әйелдер ипотекасы толыққанды видео, яғни осы YouTube каналымда бар, шарттарын қарап шықсаңыздар болады. Сонымен достар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сау, саламат болыңыздар.